Ассалаумағалейкум, құрметті біздің арнаның көрермендері. Бүгін мінекей сіздерге Алла амандығын берсе, қазір Бауыржан Абакиров деген азамат бар. Көптеген қойлар ұстайды, жақсы қошқарлары бар деп естідім. Алыстан жан жақтан әкелген. Сол Бауыржанның бәкеңнің кәсібімен танысып, қошқарларын көріп кетсек, қойларымен таныссақ, қалай ұстайды, қалай бағады, қалай сатады, сол сұрақтарға жауап іздеп жолға шықтық. Мінекей жолымыз пойыз кетіп жатыр. Сол уақытты пайдаланып, кімге баратқанымызды, не үшін баратқанымызды айта кетейін деп отырмын. Ендеше қазір Алла қаласа сәл-пәлден кейін бәкеңнің үйінде жолығамыз. Мінекей Пушкин аға өттік. Мінекей бәкеңнің өзі жүр екен сыртта. Кетіп қалдық. Бисмилла деп үйіне. Мінекей. Ассалаумағалейкум бәке. Амансың ба, қалайсың? Шүкір, Сол келіп қалдық ептеп. аман-есен. Шүкір Алла деп, иә. Ат-көлік аман. Аман аха. Бәкеңнің ауласы қорасына келіп қалдық. Бәке, мыналар сабан және шөптер ғой, иә? Қанша рулон жатыр мұнда? Мұнда сабан 60 рулондай, ар жағы 70 па 80 ба шөп ар жағы. Бұлардың бәрі тек қойға ма? Қой, қарамал бар аздап. Қарамал бар, иә. Жылқылар бар шығар. Жылқы енді жабағылар қолда. Бер жақта тұр. Мына жақта жабағылар ана тұрған. Қазір оған да барамыз. Ал ендеше бәке, бірінші қойға өтейік. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қой туралы. Иә. Ал бәке, енді мінекей бүгінгі біздің тақырып негізі қой туралы болған. Қой туралы тек жылқы туралы түсірдік. Енді қарамал әртүрлі кәсіп, соның бәрін түсіріп, кім қандай кәсіппен айналысып жатыр, қандай мал пайдалы, сол жөнінде болмақ. Сізде мұнда қанша қазір қой тұр? Негізі қанша қой ұстайсыз? 80 бастай. 80 бастай қойлар. Мына қойларын мен қарап тұрмын. Мынау бәрі бойлары бойшаң екен. Бойшаң. Енді бәке, мынау ең бірінші бізге маңыздысы. Мынау өзі менің қошқарларды, құйрықты қошқарларды жақсы көремін. Сондай бір құйрықты қошқарлар бар ма? Қошқарларды қазір көрсетемін. Ол басқа жақта, иә? Мыналар бәрі аналықтар ма бұлар? Мынау саулық, ұсақтар ғой, енді ұрғашылар. Ұрғашылар, иә? Осы 80 қой жылда 80 болып тұра ма саны, или көбейе ма, или бір стабильно, бір 80 бас бола ма? Ол кейде азаяды, кейде көбейеді. Енді әрқайсысы қалай жылға байланысты. Ол тамақ жағда оны 2 жыл бұрын сол жем шөп тапшы болып қиналғанбыз, кішкене азайтқанбыз мал басын. Сол былтырғыдай алып қалдық. Кішкене өсірейік деп. Дұрыс. Енді мынау сізге қой ма, жылқы ма, қарамал ма, қайсы малдың пайдасы көп деп ойлайсыз? Пайдалы енді. Әрқайсының пайдасы бар ғой, дегенмен де сіз үшін пайдалы. Секе, міне өзім жақсы, қойды жақсы көремін. Өзі бала кезімнен қой ұнайды өзіме. Енді әр малдың енді орны бөлек қой. Жылқы да жақсы, сиыр да жақсы, сол сауып сүтін ішсе. Бірақ та қой ұнайды осы. Қошқарларды 2 жылда бір айырбастаймын. Атама жақсы болса. Атамал жақсы болу керек. Қан ауысып тұру керек қой. Қан ауысып, қан жақындап кетсек, ол өзіңіз білесіз. Кішірек көп. Малдың сапасы болмайды. Сапасы болмайды. Дұрыс, ол атамалды ауыстырып тұру керек. Мысалы айғырды да, бұқаны да, қойды, дұрыс. Бәріміз мал ұстағасын, оны білеміз о жағын. Еділбай қошқар қосқам осында. Содан кейін 2-3 жыл Гисар қошқар алып кеп қосып жүрміз. Гисар қошқар, иә? Сол мұна солардан енді тарағандар бұлар, иә? Тарағандар, иә. Өйткені соны көріп тұрмын, өйткені бұлар бойшаң. Міне, негізі анау қазақи қоймен Гисарды қосқанның ортасына мінекей сөреуні
негізі аналықтар қазақи осы жақтың қойлары ғой. Аналықтар, иә, енді. Соларда міне қошқар гисар қосқанда все равно ірі бойшаң Кішкене не тұқым жақсарып жатыр. Мынау енді қазір етке сатсаң да салмақ береді. Товарный вид деген болады, мысалы сатуға тоқтылардың өзі қой секілді, қойлардың өзі әжептәуір мысалы мына үлкен қойларды сен етке тапсырасыз ғой, сонда осы үлкен қойлар қанша килограмм ет береді? Сол 30-ның үсті ғой, 35 кешін береді. 35, 38 береді. 39 деп айтуға болады. Тоқтылар сол 25, 27 31-ге дейін тоқтылар береді, иә, салмақ береді. Екі жағынан кіреді, өздері. Иә, мынау оттық енді қоймалы, ол бас сиса болды ғой, бір-біріне зияны жоқ. Анау жылқы сияқты тебіспейді, мысалы. Иә, анау ешкі бір-бірін сүзеді ғой. Иә. Мұнда енді орта есеппен алғанда 18-20 бас осы жерге тұра қап Сиеді, да, сияды. Сізде неше оттық тұр мұнда? Бұлай екеу тұрған міне. Мынау ағашпен істелген үшеу. Ол бұрынғылар. Ане біреу бар 4-теу, не біреу 5-теу, плюс мына жерде 6. Жем салатын мұнда кіріп көрейік. Тамаша. Мынау төбесі жабық мінекей. Мынау қандай күшті. Міне специально серген қаншама басқа мінекей. Міне тұр. Енді былай мына жағына көрсетіп жіберейін. Мінекей. Ал енді мынау құрметті көрермендер, бүгінгі түсіріп атқан түсіріліміміздегі Бауыржан Аубакиров деген азамат, бұл кісі кезінде көптеген кәсіппен айланысқан, қазір айланысады. Әкім болып істеді. Баймырза ауылының әкімі болып істеді. Степняқта Біржан Сал ауданында қандай? Ауыл шаруашылық бөлімін басқарды. Ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы болды, бастығы болды. В общем, өзі кәсіпкер, өзі жаңа үкімет саласында да енді мінекей өзінің үйде бос жатпай, қосымша мінекей малдарында қойларын осындай асыл тұқымда жаңағындай жақсы сапалы, бойы биік, денесі үлкен гисар секілді қойларды ұстап, мінекей осы бала шағасын асырап жүріп жатқан жай бар. Енді сол бүгін әдейілеп бәкеңнің осында жақсы қойлар бар деп естіп, неге халық көрмеске, не жақсылықпен бөліспеске деп сол мақсатпен бүгінгі мынау қазір ауыл шаруашылығын жақсы көретін халық көп. Жаңа азарт дейміз ғой, қоймен ауыратын адамдар болады, қошқармен, біреу жылқымен ауырады деген секілді. Өзіміз қоймен ауырамыз ғой. Сол енді құрметті көрермендер, жаңағы міне ауласын, қорасын көрдіңіздер. Ана жақта жеке мынау ашады, жем жейді, бер шығады. Мына жақта шөпте тұрады. Енді қойға негізі қыстың күні далада тұрған жақсы. Бұлар жаңағы салқынды ұнатады, қой мен жылқы. Енді бұларға жаңағы күзде, көктемде бір жұрттар ивермек салады. Сіз ивермек саласыз ба? Саламыз. Ивермек, иә. Неше мезгіл, 2 рет па, 1 рет па? Сол мынау екі уақ қой. Сол көктем, сол күзде. 2 уақ, иә, 2 рет. Енді ол ивермектің мынаның дозасын салмағына байланысты салады, иә? Салмағына байланысты 50-ге 1 кубик қой. 1 кубик 50. Тоқтыларға енді, мыналарға негіз үлкендерге, үлкен қойлар қанша салынады? Мыналарға 1,5 кубик салынады. 1,5 ғой. Тоқтыларға біреу жете ме? Тоқтыларға біреу, енді сол кенже туғандарға енді бірден аздау. Сол бірден аздау. Ивермек салынады. Денесіне қарай, соны күйіне қарай деген сияқты. Енді бұны ивермекті жаңағы буаз қойлар болады. Соларға қалай? Буаздарға салуға болмайды. Өйткені қозы ұстауы мүмкін. Қозы шалатуы мүмкін. Енді оның бәрін желін ұстап көресіздер ғой. Буаз күйін көріп, соған байланысты. Енді қиындық тудырмай ма? Осы мынау бәріне 80 басқа ұстап алып, бәрін ұстап алып дегенде құлатып, өзіңіз білесіз, 2 ұл бар ғой. Ұлдар бар, өсіп қалдық. Аллаға шүкір, солар көмекші ғой. Әрине. Жалғыз кісінің қолынан не келеді? Әрине. Дұрыс. Бәке, сосын мынау енді қи деген нәрсе мәселесі қалай болады? Мысалы қыста енді
қыста ештеңе тазаламаймыз, осылай енді көктемге жазға шығамыз. Ол қыста түнде де осында тұра ма? Жоқ, түнде міне қораға кіреді. Енді сонда астын жаңа қиды көктемде жазда бірақ шығарасыз. Жазда бірақ шығарамыз. Енді соны осы жерге трактор погрузчик келеді. КамАЗға артамыз да. Свалка ТБО отходтар сол жаққа шығарып тастаймыз. Айтпаса әжептәуір бір мұнда қи шығады ғой. Соны енді қырқу жағы қалай болады? Бұны сіздер қолмен қырқасыздар ма, әлде мынандай специальный? Енді бір электрический машинкам бар. Балалар қырқады онымен. Өзім қолмен қырқамын. Дұрыс, өзім сол қырықтыққа үйренген бәріміз сол. Енді бұл қойлар жазда қайда болады? Бір жерге ауылға қосасыздар ма, жеке бағасыздар ма, кезекпен бағала ма? Кезекпен бағалады ғой, осы маңайдың кісілері, жергілікті кісілер, осы жердегі. Соны кезекпен кешке қарай бөлінгенде қиындық тудырмай ма? Жоқ, қой үйреніп алады. Жем беріп үйреніп алады. Есі бар мал ғой, үйреніп алады да. Бөлінеді. Жалпы енді мынау қошқарлар сізде ортасында болғаннан кейін қойлар 2 рет қозылай ма, 1 рет қозылай ма, негізі қанша қозылайды? Сол бір қоздаған дұрыс қой. Жылына бір қоздаған дұрыс. 2 қоздаған қой әбден бітіп кетеді. Да? Күйе қалмай. Ондай бар. 2 қоздайтындар. Оларды енді жеке қойып күтеміз. Кәдімгідей күтім керек. Жем шөп беріп әбден құлатып алмай. Негізі жаңа төлге қызығып, 2 рет қоздайды деп не ол дұрыс емес дейсіз ғой. Негізі бір қоздатса қой сапалы болады, қозда сапалы болады. Қозда сапалы болады. Енді ол егер 2 қашып кетіп 2 нетсе, жақсылап жемдеу керек. Жемдеу керек. Жем шөбі алдында үзілмей тұру керек. Сосын мына жерде сізде қойлар егізден әкеле ма, или жалқы бір-бірден ба? Сосын жаңағы көбінесе қалай енді? Егізден де бар. Егізі. Ол қошқарға байланысты. Енді қыста мына жерде далада қозақ қалып, қозар қатып қалмай ма? Анау тоқтылар болмаса, әйтпесе үлкен қойлар паналап қораның ішіне кіріп қоздайды. Өздері біледі, есік ашық тұрады ғой. Есік ашық. Мұнда немене бірдеңе бар ма? Тоз үзілмейді тұрады. Қой жаз бойы жалайтын тұз да бар. Содан кейін анау шелектің ішінде тұз тұрады. Ағаштың ішіне ағаш ыдыста жатады, ыдыста жатады. Малдарға білем, ашылап жүнін, бір-бірінің жүнін жейді. Сосын жаңағы енді мынау қазір енді қыс мезгілінде көп не өте қоймайды қой. Қара малдың еті стабильно қысы жазы ол өте береді, сата бересің. Жылқының еті де былай қарасаң тоже туған күн болады, анау бір қонақ келіп қалады, жылқыда өтіп тұрады стабильно. Енді мен байқап жүрмін, осы 5 жыл ет дүкенін ашқаннан кейін осы қойды қыста дұрыс өтпейді. Осы себебі неде? Қыста көп халық или бәрінде соғым сойып алғасын ба? Соғым сойғаннан ғой, әйтпесе. Содан ба, ұшым қыста қой көп өте қоймайды. Сол енді сіз мына қойларды вообще сататын мезгіліңіз қай кезде сатасыз? Қыста сатасыз ба? Жазда ғой. Кафелер, шашлыктың кезі өзіңізге де тапсырып жүрдім. Оптым дейді ғой. Негізі мен байқап жүрмін. 20-30 қанша бар, сондай клиенттер бар, олар оптым алады. Келеді да, енді домалақ бағамен. Сонда домалақ баға дегенде тоқтылардың бағасы қаншамен сатасыз? Орта баға сол 50 ғой. 50 мың, 50 мың. 70-80 мың ғой. 70-80 мың. Енді біздің жақта негізі мен өзім ойлаймын, қыстың күні қойды сатып керек емес. Қыста қойдың бағасы жоқ. Қазір килограмын мен жігіттерге хабарластым. Килограмын қазір месниктерге хабарластым. Қойдың бағасын қаншамен алып жатсыңдар деп, 1900-бен аламыз дейді. 1900-бен қазір қойды обал. Жалқы енді қазір. Обалдағы өйткені мынау бізде көрдіңіз бе? Мәселе қандай? Қыс ұзақ қой шеке. Қыс ұзақ, 6 ай. 6 ай қыс. Ол бәрі қолға қарайды.
соны жем шөбі бар. Жем шөбі бар. Оңай емес. Жазда ол әжептәуір қойы өзін ақтайды. Қыста 1900-бен бердің, ол қандай пайда келеді, ешқандай шығын, құр жем шөбі бар. Сондықтан шама келсе, осы қыстың күні қойды сатпау керек. Қойлардың жастарын неше жыл ұстайсыз? Жаңағы аналық қорғаш қойларды мысалы неше туғаннан кейін сатып отырасыз? 5 қоздатамыз. 4-5 қозағаннан кейін ақырында. Уже енді бәрібір малды өте картектеу керек. Сол дер кезі, ол өйткені картайса шөгіп қалады. Шөгіп қалады, мал болсын, жан болсын, өзіңіз білесіз. Сол 4-5 қозағаннан кейін ақырындап сатып отырған дұрыс. Ақырын сата берген дұрыс. Енді жылда еркек қозылар туған жылдары енді сол еркек қозылар сатып жібересіз ғой, тоқтуған. Еркек қозыларды біз қозып пішеміз. Пішіп жібересіздер ме? Пішіп жібереміз де, содан кейін ісек қып, соны ол енді есейсек, сол еркек қой болып жүреді, әйтпесек алатын кісілер болсақ, сатылады, бағасы келсе. Сосын бәке мынау пішкенде сіздер қалай пішесіздер? Қозы кезінде резинка кигіземіз. Сол резинканы айтамын, резинке осы ақыр кезде сол өте ыңғайлы. Резинка қазір аптекаларда сатылады, вет аптекаларда резинка бар. Оны жаңағыдай неше айлық кезінде кигізу керек? Есейтпеу керек. Кішкене кезінде ол өте жақсы болады. Өйткені ауырсынады, есейіп кетсе. Эластатор мынандай үшіне былай жиырылады, соған резинка киіп тартылады да, ана қойып жіберіп қалады. Сондай нелермен салып тастаймыз, сосын ана өзі қан жүгірмейді ғой. Қан жүгірмейді. Соны қысып қалғасын, анау кеуіп, солып, қуарып өзі түсіп қалады. Сондай саласыздар, қошқарлардың бәріне. Солай еркек қозыларға. Еркек қозылар. Бәке енді рұқсат болса, жаңа қошқарлар туралы әңгімелесек, қошқарларды көрсек рұқсат па? Қошқарлар. Ал мұнда қошқарлар бар екен. Әке. Жеке тұр. Бұның бәрі қошқарлар ғой, мынау үлкен қошқар, тоқты қошқарлар. Тоқты. Бәрінің. Бұлар қандай порода? Сол порода енді сол гисар аралас қой. Мынау шетінде тұр ғой. Қоңыр. Міне, вот. Жаңғыз қалды. Мына ма? Мына 4 айлығында, мына 50 мыңға сатып алған. 4 айлығын 50 мыңға, бір жігіттен, әкесі. Сол чимкентский қошқарлар, әкелері. Сол үлкен қошқарлар, неше жасар қошқарлар? Бер жақтағы мына төбел қошқар, көктемде 5-ке келеді. 5 жасар. Анау 4-ке келеді, ар жағында. Тағы да үлкен, ол ортасындағы. Мына ортасындағы қызыл қошқар Тараздан алып келген. Тараздан келген қошқар. Сонда қаншаға түсті бір қошқар? 200 мыңнан алдым мына үлкен қошқарларды. Ойбай, масқара. Бір жабағының бағасы ғой ма? Енді бағана айтып кеткен, атамал жақсы болу керек қой. Енді қазір басқа адамдар болса түсінбейді ғой, бір қошқар алғанша бір жабақ алам дейді. Ал енді мына қойды түсінетін, атамалдың қадірін білетін, қойдың сапасын білетін адам мынау 200 мыңды қымбатсынбайды. Тұрғандар не себептен жеке тұрғылар? Қойларды қашып жүрмесін деп? Қойларды қашып жүрмесін деп. Бөлектеп қоясыз, иә? Бөлектеп қоям, содан кейін енді көктемде сол жазғы тұрым қосамыз. Өйткені қойлар бір уақыт қоздайды ғой. Бір уақытта қоздайды, иә. Бір уақытта. Қазір мыналар бірге жүрсе, онда сол май, июнь, 6-7 айда қоздай береді ғой. Иә. Ондай болмау үшін, мынау қазір көктемге дейін қоздатып алып, содан кейін қайтардан да жібереміз. Енді осының барлығы қошқарлыққа қалып тұр ма, или бұл ішінде сатылатындар бар ма? Сататындар бар? Жалпы сіз енді мынау 80 қойған неше қошқар қалдырасыз тайсыз бірше? 4-5 бас қалады. 4-5 бас, сол бәрін қашырады, иә? Иә.
Тамаша. Тараздан келген қошқар, Чимкенттің қошқары. Мыналар көп, мыналар гисарский, бірақ та кім айтады гисар, афганский гисар деп. Енді кім білсін? Бәке мынау енді осы 80 бас қойлар бар, қошқарлар бар. Осыған негізі қанша жем кетеді? Жаңағы арпа бересіз ба, қандай жем бересіз? Арпа да береміз, бидайдың ақ қотын береміз. Қандай қолға жем түседі, соны бере береміз. Қандай, мүмкіндікке байланысты. Жем үзілмейді мыналардың ауыздарынан. Жалпы это бір басқа 1 килограмм деп есептеймін мен. Бір басқа 1 килограмм. Күніне ме? Күніне. Көп жейді дегенде секе мынау біздің Макинка өңірінде білесіз қой, жайылым жағы нашар екен. Нашарлау, иә. Бізде міне құрметті көрермендер, біздің мынау Макинстың жанында көбінесе мынау птица фабрика, құс фабрикасы бар, жаңағы ауылдар бар, егіндері бар, көптеген. Бізде жайылым жағы кішкене аздау. Енді сондықтан енді малдар күйі жоғалмасын деп. Мынау бір қойға 1 килограмм деген өте жақсы берген. Өйткені күніне 1 килограмм жем жеген мал ол ешқандай күйін жоғалтпайды, арық болмайды. Қойлардың күйі бәрі жақсы екен. Өйткені қарынлар суарып та керек жоқ қой. Қыстың күні қарлай ма, немесе суарасыз ба? Жоқ, мен суарамын. Суарасыз ба? Суарамын. Қарлап тұрады ғой. Өйткені бірақ та суға жетпейді ғой. Суға жетпейді. Ана бір кезде енді Атамекен ауылында бір кісі болған, қыстай қойлар далада жүреді. Сосын қыста қойды суармайын дейді, неге десе. Енді ол кісі білмеймін, ол кісінің өз тәжірибесінен ба, или жай айта салды ма, мынау ішкі майын алып қояды, қыстың күні суарған, мен қыста қойды суармаймын, қыста қарлайды деп сол кісі айтатын, ішкі майын алып қояды, қыста қар ғана жеу керек деп. Ал енді мен өзім қой ұстаймын, бірақ енді мен су бермесем көңілім тоймайды, біртүрлі болып тұрады. Өзім де сол. Ыңғайсыз сезінемін, ана қой шөлдеп тұрған сияқты. Сол бәке, енді жабағыларыңызды бір түсіріп жіберсек, сосын мынау қазір әңгімеміз кішкене жақындатсақ. Мінекей мына жақта Алабай еркек па? Еркек, қарауыл. Мінекей 4 жасар. 4 жасар, иә? 4 жасар, тамаша. Енді керек ол бізге қарауыл. Керек, мал ұстағасын әрине болу керек. Ит керек. Так, мынау міне, бұлар жабағылар. Бұларды неге қыста жабағыларды бөліп алатын, жаңағы жерді теуіп жей алмайды, или арып кетпесін, жүдеп кетпесін үшін ба, или сол үшін ғой, сондай оймен. Былтыры біздің жақта жаңбыр қатты болып, осындай қыста жердің жылқы жерді теуіп жейді ғой. Жердің беті мұз болып қалған, теуіп бүкіл былтыр қолға қарады ғой. Көбі бүкіл мал. Қолға қарады. Сол биылда да күзде жаңбыр болды ғой. Сондықтан жабағыларды осылай үйде жеке ұстайсыздар, иә? Бұларда салқын ұнатады, жылқы. Каневоска бар мінекей. Жылқы тасуға. Каневоска, айында жылында бір керек, бірақ та керек нәрсе. Керек. Бұл өзіңде болған жақсы. Жылқы тасысаң, қандай мал тасысаң. Жылқы, қой болсын бәрібір. Бәке, тағы да енді қойларға оралайық. Қойлардың қанын алып, жаңағыдай бір не салады ғой, құлағына сырға салып. Сондай қай кезде болып тұрады қан? Ол сол исследование дейді ғой, мал дәрігерлер. 2 мезгіл, сол көктем, күзде қан алып, вакцинасын салып отырады, иә? Мына ветсервистің азаматтары келіп, өзіміз ұстаймыз. Сол сырғалап, бәрін қозыларға сырға салып кетеді. Ана үлкен қойларға олар енді тізімде бар, өзі компьютерный базада. Бүгінгі дейін ешқандай патология, ауру ешқандай шыққан жоқ. Дұрыс, бәрекелді. Бәке, енді бүгін көптеген сұрақтарға жауап алған секілді болдық. Ал енді құрметті мынау ет бизнес арнасының тұрақты көрермендері, бүгін мінекей жоспарлап отырып әделеп сәт түскен күні Бауыржан Обакиров деген азамат сол бәкеңнің бүгінгі кәсібімен, үйіндегі мал шаруашылығымен таныстық. Енді бүгінгі біздің видеомыздан сіздерге
шамалы пайдалы ақпараттар алған болсаңыздар, мына Бәкеңе астына, осы видеоның астына ютубта комментария жаза кетіңіздер, тілектеріңізді, алғыстарыңызды, егер бір ақыл кеңестеріңіз болса да жаза кетіңіздер. Осы видеоны Бәкеңе ссылкасын жіберем, өзі көреді. Енді Бәке бұл видеомен күллі Қазақстан көреді, сол рахметтерін айтады деген сенімдемін, үміттемін. Сондықтан құрметті бүгінгі арнаның көрермендері, мына бүгін азаматта болған жаңа сіздерге тағы да басында айттым. Өзі жаңа ауыл әкімі болып істеді. Мына Біржан Сал Степняк деген бізде аудан бар. Сол ауданда жаңа қандай ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы болып істеді. Қазір осында өзіміздің аудан бойынша тағы да қандай қызмет істеп жатсыз? Өсімдік қорғауда. Өсімдік қорғау бөлімінде істеп жатыр. Сондықтан Бәкең мінекей мемлекеттік жұмыстармен қатар осындай өзінің үйдегі ауыл шаруашылық, мінекей мал шаруашылығымен де айналысып тіршілігін істеп жатқан мықты біздің ауданымыздың беделді мықты абыройлы азаматтардың бірі. Сондықтан Бәке, енді мынау көпшіліктің атынан сізге бүгінгі мынау сұхбатыңызға көп рахмет, алғысымызды айта келіп, бүгінгі түсірілімімізді аяқтайық. Енді құрметті көрермендер, келесі тағы да жақсы видеоларды күтіңіздер. Біздің арнада болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін тағы да біздің арнада қошқар тақырыбы, құйрықты пародисти қошқарлар, сол қошқарлар туралы бір жақсы видео түсірейік деп үйден шықтық. Қазір міне жаяу келе жатырмын. Менің үйімнен алыс емес. Берік Қайдаров деген азаматтың үйіне жақындап қалдық. Беріктің жақсы қошқарлары бар. Қойлармен айналысады. Қойларды алады, сатады, әкеледі. Көбінесе қоймен айналысатын жігіт. Мінекей ауласына кіріп келдік. Берік киіктер қарсы алып жатыр. Бәкең өзі көрінбейді. Бәке! Мінекей қасшық балар. Мінекей шөптері. Мінекей сабан. Мінекей Бәкең өз шықты. Уағалейкум ассалам. Қалай Бәке? Үй шаман? Так, мінекей біздің Айшуақ ет бизнес арнасы сізге қонаққа келіп қалдық. Сіздің жақсы қойларыңыз бар деп, қошқарларыңыз барын білеміз. Сондықтан мінекей қошқарларыңызбен, қойыңызбен танысып, қой сүйер халық қауымға, ауыл шаруашылығын жақсы көретін қазағымызға бір жақсы пайдалы түсірілім болсын деп сіздің үйге аптасын тарадық. Ал Бәке, онда жақындасақ. Жүріңіз. Қораң ішінде ғой, қойлар. Так. Қошқарлар бөлек тұрған ол. Бұл қошқарлар ма? Иә. Бәрі қошқар ма бұлар? Барлық қошқар. Ең кішісі 6 айлық. Далаға шығарсақ болмай ма мұны? Ең үлкен 4,5. Өйткені қараңғылау екен. Қазір. Қошқарлар мынау. Қандай қошқар жақсы. Мінекей қошқарлар. Қошқарлар неге бөлек тұрады, Бәке? Олар енді қошқардың тоқтар шығармау, өз балалары, өз қыздары бар. Өз қыздарын, өз балаларын қашып жібермеу үшін, иә? Иә, жеке тұрады. Вот, мінекей, міне қошқар деген, міне. Қошқардың көкесі. Мынау енді біздің видеомызға иттер мешать етеді, білейін. Мынау енді иттер бізге мешать етпесін деп, өткенде бір видеомызда жылқы сойған мынау иттер маза бермеген, шаңқылдап. Мінекей иттерді алып тастадық. Енді иттер бізге бөгет жасамайды. Өткенде бір подписчиктардан кішкене өкпе болған, мына иттер мазалап сөйлей алмадық қой, естілмеді ғой деп. Сондықтан иттер мінекей Бәкең қамап тастады. Енді мінекей қошқарларға келсек. Бәке, мынау енді қошқар. Қошқар 1,5 жасар. Мынау алдындағы, иә? Иә, 2 теспен тұр. 2 теспен тұр. Ол гисар қошқар деп алдырғанбыз енді. Мынау қызыл, иә, мынау. 1,5 жасар да? 1,5 жасар, 2 ақ тісті тоқты қошқар ғой. 1 жасар деп.
Мынау қара қошқар Еділбай деп алдым. Мынау Еділбай қара, иә? Иә. Ол 2 жасар ровно. 2 жасар. 4 метр. Тісі 4 ма сонда? 4 метр. Анау 2 тісі бар, анан 4 тісі бар, иә? Ал қошқар енді бордаққа келген қошқар. Қайсы? Алдында қара қошқар. Анау алдында қара. Иә. Ол 4 жасарлық қошқар. Ол енді Еділбай деп Гисар. Мынау үлкеннің ортасындағы, иә? Анау қара. Міне бір, ол қандай порода? Гисар деп алынған жоқ. Не? Ана шөп жеп атқан ана. Иә, иә. Сосын шыққан қошқар ғой. Міне біреу қара қошқар ше. Мынау қошқар сол қошқардың баласы. Ананың баласы, иә? Иә. Атоқты қошқарлар енді осы жерден қошқарлар шыққан. Бұлардың да құйрықтары бар ма, жақсы ма? Құйрықтары бар, міне. Енді ат көрінбей олар. Бордаққа тұратындар. Бордаққа сатып жіберуге. Иә, сатып жіберуге етке кететіндер ғой. Просто қойды бүлдіреді, бөлек тұрған нәрсе. Енді сізде мұның қайсысынан шығатын? Вообще қайсысын көбінесе қайсы қошқардан шығарасыз қойларды? Осы биыл барлық қошқар шыққан қошқарлар қызыл қошқардан шықты қойлардың барлығы. Ортада. Иә, Гисардан. Тараздан алғызғанбыз. Сіз тұқым алып алдыңыз. Иә. Енді сатып жібересіз. Енді сатуға бұлар. Енді жылға басқа қошқар. Сонда сіз жылына бір жылда бір рет ауысып отырады қошқар. Қошқар ауысып отырады. Қойдан сапа шығыш. Қай жақтан әкелесіз көбінесе қошқарларды? Қошқарды енді көбінесе оңтүстіктен келеді. Ол жақта жақсы дамыған қойға. Иә, қойларға жақсы қарайды, қоймен жақсы айналысады. Иә, селекциясы жақсы да ол жақта. Иә, дұрыс. Сапалы қошқарлар сол жақтан әкелесіз, иә? Сол жақтан келеді. Сол жақтан сонда жалпы немен әкелесіз? Оны балалар газельмен, индрайвер деген бар. Соны салып жібереді. Салып жібереді, иә. Жолдастар бар деген сияқты, солар алады, жақсы қарайды. Иә. Сонда жол бойы енді оңтүстіктен келген қанша күн жүріп келеді? Әртүрлі. Машина қалай кездеседі солай. 24 сағат, 48 сағатқа дейін кетіп қалады. Сонда қойлар шаршамайды ғой, иә? Жоқ, шаршамайды. Шөп мөп су салып қоя ма қасына? Иә, тамағы бар, дайын келеді олар. Енді мынаның ішінде қаншасын сатасыз, қаншасы қалады? Бұл енді бұйырғанына байланысты қайсы өтеді, солай кетеді. Сата бересіз, бәрін любойын сата бересіз, иә? Иә. Енді ше, мынау осы телефон астына Бәкеңнің номерін қалдырам экранға, құрметті көрермендер. Қазір осы видеоның астында дәл осы жерде номер болады. Сол номер бойынша хабарлассаңыздар, осы қошқарлардың ішінде мінекей ұнаған қошқарды өзінің әрқайсының жеке бағалары бар. Соны өзін Бәкеңмен саудаласып, келісіп алуларыңызға болады. Мінекей мынау қара Еділбай, иә? Гисар, анау қара Еділбай. Үлкен қара Еділбай. Мынау ортасында қызыл. 2 жасар. Бәрі жас қошқарлар ғой. 4 жасарда кәрі емес қой. 4 жасарда кәрі емес, иә. Негізі қошқарды неше жасқа шейін ол қашыра алады? Қашырған үлкен жас болған сайын жақсы қозы береді дейді, үлкен болған сайын, иә? Жасы үлкейген сайын. Жаңа айналысып жүргеннен кейін бізге жас қошқар болғасын қызық болады. Да, жас болғасын жақсы ғой. Енді үлкен қошқардан қарағанда жастар немене, шустрый дейміз ба қалай? Шустрый дейміз, но енді қозы беру нашарлау болады жас қошқар. Иә. Мыналар енді төбелеспей ма, бұны сөп? Жоқ, бірге тұрған бар төбелеспей. Үйреніп қалған, иә? Сырттан ақ келген бөтен қошқар келсе? Олар бөлек тұрмайды олар. Басқа орынға тұрады. Басқа тұрады, бірге қоспайсыз, иә? Қазақта айтады ғой, 2 қошқардың бас бір қазанға сыймайды деген секілді, олар жаңағы төбелесіп бірін-бірі жарақаттау деген болмай ма? Жоқ, бұларда жоқ. Бұлар бірге кірген, бір уақытта кірген, бір уақытта өлінген. Мынау енді үлкен осы қошқарлар қанша килограмм ет береді негізі? Енді тірі салмақпен қазір қарап тұрсақ білмеймін енді. Етпен 60 деп жобалап отырмыз. Етпен 60 килограмм таза етпен береді, иә? Қара қошқар. Үлкен қара қошқар. Қалғандар енді одан төмендеу ғой. Енді қатты бордақыда тұрған жоқ, кіріп жатыр енді кіріп жатыр. Енді кіріп жатыр, иә? Иә. Темірсе жақсы өрге тиісті. Иә. Енді 20 мен 60-ның ортасындағы салмақ болады. Етпен береді, иә? Етпен. Сіздің қошқарларыңызды жалпы қай жақтан алады? Осындай сіз секілді қошқармен, қоймен айланысатын. Енді осы біздің аудан алады көбінесе. Біржан Сал аудан алады. Біржан Сал ауданнан кеп алып кетеді қошқар тұқымдыққа, иә? Иә, тұқымдыққа. Сіздер қошқар ауыстырасыздар ма? Мысалы болады ғой, бір жерлерде бір өз қошқарын беріп, басқа қошқарын алып жаңағы. Иә, енді қошқарымыз бір-бірімізге шағып ұнатып жатса, иә, жақсы денесі бәрі үлкен болып. Онда ауыстырып жаңағы ұстауға болады, иә? Иә, болады. Иә, мысалы сатып ала бермей, 2 адамның қошқар бір-бірлерінің көңілінен шықса, иә, айырбастай отырасың. Иә, тұқымдыққа, иә, так. Жарайды, қошқарларды көрдік негізі. Мына енді өткенде бір көрермен қошқар қораларды тұратын жерін түсіріштеп өтінген еді. Енді мынау көрсете кетейік, әркім әртүрлі ғой. Міне
Мына жерде мынау шелекте не тұрады? Су тұра ма? Су тұрады. Су шелектен келіп іше береді. Мынау шөп салатын. Шөппен жем салынатын жер. Жем де бұған салынады, иә, осыған? Түспейді іші. Иә, түспейді іші. Астының бәрі тесіктері жоқ. Мына шөпті қырып жіберіп сыпырып, жем сала қоясыз. Онан кейін шөбін саласыз. Мынау қошқарлар мінекей. Жеке тұрады бұлар. Так, мына жақта сізде нелер? Бұл аналықтар. Бұлар саулық қойлар, аналық қойлар. Бұлар тоже породистый бар ма? Породасы бар. Жай. В основном породасы бар ғой. Ай, көріп тұрмын, құйрығы көн. Шығарып көрсетейін. Бұларды бір көріп шығайық жарыққа. Қазір қанша бас сізде қой барында, аналық? Саулық қой. 50-де қой бар, иә? Анау ар жағында тұрған неге бөлек тұр олар? Олар енді сатылымда тұрған қойлар. Олар сатылымда. Мына өзіңіздікі алып қойған. Олар селекция ұстап тұрғандар. Олар әлі сатылмайды. Сатылмайды. Олар тұқым әкеледі. Тұқым әкелетіндер. Мінекей. Бір тумалар ба, бір туғандар. Бәрі бір тумалар, жастар екен, иә? Иә, бәрі бір туға. Үшке шығып атқандар да. Бір қоздағандар. Енді қазір Алла қаласа бәрі қоздайды ғой, иә? Буаз ғой бәрі. Барлық сол қызыл қошқардан шыққан бұлар бәрі. Енді ақпан айының 15-нен бастап бұлар қоғалады. Ақпаннан бастап, иә? Желдер бәрі бастады. Так, тамаша, міне қойды ұстағасын осындай қойлар. Мен анау өткенде Бауыржан Абакиров деген азаматтың қойларын түсіргем. Көптеген қойға қызығатын халық көп екен. Жаңа қазір бірнеше күн болды. Оған уже 10 мыңнан астам просмотр. Және де көптеген жақсы пікірлер, комментарий, қойды зерттеп атқан, қоймен айланысатын көптеген халық көп екен. Енді Қазақстанда қарап осы қой туралы жақсы пікір қалдырып жатыр. Осындай қой ұстағасын аларда осындай салмақ береді, бой үлкен, ет береді. Кішкентай қазақи қой. Сол мына осылардың жеген жемінде, шөбінде жеп қояды. Бірақ олардан пайда жоқ. Етке тапсырсаң салмақ аз. Одан да мыналар енді солармен бірдей жейді, бірақ зато мынау ертең сатсаң да, құда шақырсаң да, қонаққа сойып жіберсең де мынау табақ көтереді, дастархан көтереді. Сондықтан керемет. Бәке, мынау енді тұқымға қалдырған. Ан жақта бордақы қойлар бөлек тұрады. Бордақы қойлар сатылады. Үшке бөлініп тұрады сізде, иә? Иә, үшке төртке бөлінеді. Енді қоймен айланысқаныңызға неше жыл болды? Енді қоймен айланысқан өзі 7 жыл болды, бірақ. 7 жыл. Қатты айналысып жатқан жоқпын, шын айтқанда. Жақында енді қосып көреміз. Иә. Жамасы үлкен қойлар алып шені. Туады. Үлкен аналық сапасына қарай көшіп көреміз ғой сатасы. Иә. Санына қараған. Енді сапаға жұмыс істеп жатсыз ғой қазір? Иә, сапаға қарай. Иә. Тоқты кезінде алдық бұларды. Міне бір қоздардық, міне екінші. Гисар қойлар. Негізі егіз тумайды дейтін. Былтыр тоқты кезінде, ұсақ кезінде шықты ғой, 1,5 жасар кезінде қоздардық. Егізден тапты бұлар. Бұларды егіз әкеліп жатыр, иә? Егіз әкелді, иә. Сонда төлдері егізден келді. Биылғы жаздың туған төлдері. Мыналар, иә? Иә, бәрі егіздікілер. Бұлар әлі биыл қошқарға түскен жоқ. Алғашқы көктемде бірақ. Сонда бір мезгілде қозылайды. Бір мезгілде қозылайды, дене бітімі өседі. Қазір ерте қашып кетсе, бұлар кішкене болып қалады, иә? Кішкене болып қалады. Өспей қалады. Сондықтан әбден жаңағы жетілгесін қосасыз ғой. Үлкен қойлар тәкіші үшін олар әлі бір шет қозайтын. Анда үлкен бір шет қозайын деп тұр, иә? Шет қозайтын. Сонда ұсақ кезінде міне тұсақтан шығып қозайын деп тұратындар ғой. Неше жылдан кейін қашып тұр сонда? Бір жастан асқаннан кейін қашып. Бір жастан асқаннан кейін тоққа қашығасыз, иә? Сонда оның бойы биік болып жетіледі ғой. Ой, жетіліп өсіп та, осыдан кейін өзі қозайды. Ерте қашып кетсе, кішкене өспей шөгіп қалады. Шөгіп қалады. Мынау қозылар егіздер. Анда қара ма? Иә, мынау қара мен, мынау қара, мынау қызылдікі. Қызылдікі егіз, иә? Мынау да екеуі егіз. Мыналар міне жуырда қоздағандар жүр. Мынау кішкентай қара ма? Иә, кішкентай қара ғой. Бір айлық қозды болады ғой. Иә. Сіздер бұны саумайсыздар ғой, иә? Жоқ, саумайды. Негізі сауса бұлар біраз сүт беретін шығар. Обычный жай қойдан қарағанда бұлар енді бойлар биік, денесі үлкен желіндер бар. Мысалы, сауса қойдың сүті қорғасын деп, қойдың сүті қой болады ғой. Қой болады, керемет. Бәке, кәсібіңізге береке берсін.
Биыл қораны өзгерткенсіз ғой деймін, иә? иә Биыл қора басқаша. Мен бұрындар бір келген кезде қора басқаша болған. ыңғайсыз кіші де Иә. ыңғайымызға уақытымызға қарап істелген қора. Иә. Қойған деген салқын жер жетеді ғой. Салқын. Мынау сырты немене? Мынау қапталған. Бәрі тақтай қора ғой, Тақтайдан салынған, сырты бірақ немен қапталып тұр мұның? Қаунтермен қапталған. Аха, төбесі. Мынау фольга. Фольга, содан кейін профлис. Аха, фольга пласт деп айтып жүрмеді, иә? Иә. Фольга. Аха, мына жерде жылқы тұр, иә? Жылқы тұратын жері. Аха, ат көрімде ма бұл? Ат көрім, өзі жылқыдан нашар келген. Нашар келген жылқыны жеке қамап қоясыз. Так, мына жақта үйрек ұстайсыз, иә? Бұл домашний үйдің үйректері ма или? Жоқ, үйректер. Андай ненікі, иә, фирманың? Иә, фирманың. Тауық бар, иә? Сіз енді жемді неше мезгіл бересіз? Жемді мен өзім шамалап қойды. 3 мезгіл салам. 3 мезгіл бересіз? Иә, 3 мезгіл салам. Керемет. Кішкенеден берем, бірақ 3 мезгіл сағындырып берем қойға. Да. Сонда енді 3 мезгіл суын ішеді, 3 мезгіл жем жейді, шөбін жейді. 3 мезгіл, иә, ол енді ауыр тимей ма? Жоқ, ауыр тимей. Олар мен андай тойдырып бермеймін да, шелектеп төкпеймін. Шамасы кеше берем бұларға. Біз енді 1 килограмм бір күнге дегендей ғой, 750 грамм, 1 килограмм бір қойға. 1 килограмм 750, 1 килограмм где-то бір қойға кетеді, иә? Иә, солай кетеді. 3 мезгіл бөліп жейді бірақ. Соны 3 мезгілге бөліп бересіз азыздан, иә? Иә, азыздан. Өйткені мен бізде уақыт болмайды, өз қойларымды 2 уақ жайлаймыз, таңертең бір жұмысқа кетіп асығыс бір шөп салып кетеміз. Кешке келгесін жем беріп, суарып, соны шөбін саламыз. Енді уақыт тапшы, енді 3 мезгіл болса, әрине. 3 мезгіл салынады, сол уақытты қарап, асығыс бәрі жұмыс түсте көресің. Мыналар енді бәке, мынау сатылымда қойлар. Бұлар еркек қойлар ма? Пішпе, сосын не? Ұрғаш тоқты қой. Ұрғаш тоқтылар бар, пішілгендері бар. Және қойлар бар, иә? Енді бұлардың қазіргі бағасы қанша мысалы? Бұлардың тоқта қазіргі бағасы сатсаңыз? Иә, сатты 40-тан 60-қа дейін баға. 40 мың 60-ның ортасына сатасыз, иә? Тоқтылар 40 мыңнан ғой. 40-нан басталады. Сосын үлкен қойлары 60 мыңға шейін, да? Иә. Бұлар енді жемде тұр қазір. Жемде тұр. Енді қашаны сата бастайсыз, или уже сатып жатсыз ба? Иә, еті келгендер сатылады. Күй келгендер сата бастайсыз, иә? Енді сізден бұның көбінесе неге алады? Етке ала ма, или былай тұқымдыққа тағы да арзанда өсіруге де алып кететіндер бола ма? Барлық адам әртүрлі келіседі. Иә. Біреу тұқымдыққа да сұрайды. Өсіруге және ұрғаш қой керек. Иә, ұрғаш қой керек деп. Біреу қошқарлықтарға сұрайды. Иә. Біреулер сойуға сұрайды. Енді анау гисарлардың шамасы келмейтін қымбат болғасын, мынандардың ішінде. Иә, ол жаңа басталған нелер бар ғой. Мысалы, ақшасына, шамасына қарай енді жаңа гисарларды 150-200 мыңға ала беру ешкімнің мүмкіндігі бола бермейді. Енді ол қоймен азарт, қоймен ауырған кісілер болмаса, қой түсінген. Аттак олар ала бермейді. Мысалы, осының ішінен 40 мыңға бір тоқты қошқарды алып кетіп, солай істейтіндер бар ғой. Бар. Иә. Дұрыс. Бұлар жалпы енді қай жақтың қойлары мына енді? Бұлар жалпы бұл жерде тұрған қойлар. Осы біздің аудандық қой. Осы аудандық, иә? Бұланды ауданы. Біздің Біржансал ауданы. Біржансал Бұланды. Жаңа Бұланды ауданы, Ақмола облысы, Макинск қаласы деген жерде орналасқан. Мінекей Берік Қайдаров деген азамат. Мен былтыр алдыңғы жылма бір кеп қошқар алғам. Жақсы қошқарларын көп. Дұрыс. Енді осы қала бойынша сізде ғой постоянно. Осы қойлар сізденге болады ғой. Мен жалпы білетінім. Иә, білетін дегенде осы қаланың көбі бәрі біледі. Қазір бәрі біледі. Өйткені мен қашан көрсем де осы сізде қой тұрады сатылымда. Қыста, жазда, кез келген 4 мезгілде сізде қойлар тұрады. Ja, кісілер іздеп келеді, дұғаға, тойға, құдалыққа іздеп алып жатады. Немесе өсіруге де, малдануға да сізден звондап сұрайды. Мал сұрауға әртүрлі. Тойға да звондап қояды. Осы уақытта той береді. Дайындап бересіз. Дайындап қойыншы бір қой. Семіртіп отырасыз соған дайындап, иә? Енді әркімнің заказына байланысты. Иә, мен енді білемін, сіздің қойларыңызды группада көріп қаламын. Жалпы халық уже танып білді. Қазір бізде өйткені айттың кезінде қаншама қойлар тұрады сізде, құрбан айттың кезінде. Сіз секілді бауыржан бар, жаңағы қошқар әкелетін жақсы қошқар. Сол сіз бар, одан басқа мен ешкімді әлі көрген жоқпын. Жақсы, біздің қалада сізді кім білемін. Сондықтан өткеннен бері
бір сәті түспей сізге соға алмай жүргенбіз. Соны сізден бұрын енді Бәкеңге барып қойдық. Негізі мен Бәкеңде Бауыржанда қой барын сізден естідім. Иә, сіз айтқасын. Соны онан кейін бүгін міне сәті келіп тұр. Басқа енді қойлар туралы не айтуға болады? Мынау халыққа, көрермендерге барлығы сапасына қарайды, құйрығына қарайды. Дене бітіміне дейді ғой барлығы. Қойдың енді сапасына қарасақ, биіктігі, құйрықтығы, жалпақтығы, кеудесінікі шыққаны. Иә. Мынау енді мүйізі бар қойлар негізі мынау нетпей ме? Мынау қойларды сүзбей ме? Жоқ болады. Жарақаттамайды, ондай жоқ, иә? Бұл ешкі сияқты емес? Жоқ, ешкі сияқты емес бұлар. Мынау оттыққа мүйізі қысылып қалып сыймайды екен. Барлығы расчет жасалған. Есептелген расчетпен, иә. Барлығы жем-шөп астында бәрі бір жақтан. Мынау ешменің сабаны ғой, иә? Ешмен сабаны. Ешменің арпаның сабаны. Қой, мінекей тауық, үйрек, мінекей мынау қораның ішін түсіру деген кісілер бар, сондықтан мінекей. Осы ішінде тауық қойлар осында жүреді. Мына қыста тоңбайды ма тауықтар? Жоқ, ештеңе тоңбайды. Аяздарда тоңбайды, иә? Мен алып шығайын мынаны. Сол тісінен түсірейік. Жасын көрсетіп. Жақсы. Тісін көрсетейік, иә? Иә. Адамдар көп жасын білмейді да, мына қошқарды мысалы кейінгісі 4-5 жасар кәрі қошқар дейді. Үлкен болмасын. Кәрі қошқар деп ойлайды, иә? Денесіне қарап. Денесіне қарап. Мынау қошқар енді жаңа нешедегі қошқар еді бұл? Бір жастан асқан қошқар. Көбі қошқардың түсін білмейді, түсінен қарай, түрінен қарайды. Мысалы түсінен қарағанда екі ақ тіспен тұр. Қазір міне. Екі тіспен тұр. Мынау ұзын түсін айтасыз ғой? Иә, екі түс ұзын түс. Міне, бір жастан асқан қошқар бұл. Мына екі түс кетіп, онда екі тағы түс шығады. Сонда екі жасқа келеді. Ол ана екі түс түседі ғой да? Иә, түседі де екі жас тағы үлкен екі. Ол жуан болып шыға ма сонда? Иә, мынау сияқты жуан болып түседі. Енді тісіне қарап білу керек екен ғой, қойдың жасын қане. Мынау жақсы бізге не болды? Мынау кісілерге, қоймен айналысқан кісілер қойдың жасын біле алмайтын, мына алданып қалмау үшін жақсы қандай қой таңдаймын десе, мынау сіздің осы мына берген кеңесіңіз көптеген пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сол жаңа бойы да міне. Мынау қазір тоқтаңыз. Мынау енді биіктігі қанша болады? Енді 93 пе 92 сантиметр болды. 1 метрге жақын. Иә. Биіктігі, иә? Қыр арқасына қарап тұрған ғой. Иә. Гисарда құлағы ұзын болады, енді біздің жаққа. Оны қатты мықты алып жатқан жоқпыз, гисарды ала алмаймыз. Бағасына байланысты. Иә. Бұдан да қымбат болатындар болады ма? Бұдан да қымбат болады ғой. Құлағы ұзын болады, иә? Құлағы ұзын болады. Бұлар енді YouTube каналынан көріп жатырмыз ғой, Шымкент жақтағыларды. Салады 22 сантиметр құлағы ұзындығы. 22 сантиметр ма? Иә, құлағы ұзындығы гисарлар. Енді біз ондай алуға шамамыз жоқ қазір. Иә, әзір жаңа. Иә. Біздің жақта көп қойға да көп қызықпайды. Сұраныс жоқ, иә. Сондықтан денесін біз өзімізге шамамыз келгенше алып жатырмыз ғой сонда. Иә, мынандай қой барын білмегем, көрмегем даже. Осындайларды көріп, бойларын көріп, гисар деген тұқымға енді танысып жатырмын. Былтырлар сойған 1,5 жасар үлкен қошқарлар, осындай 1 жасарлар. Тақты бордақы тұрған 70 килограмм таза етке бергендер бар. 70 килограмм, иә? Иә. Масқара. Таза ет қошқарлар. Сонда қара қошқар 2 жасар ол. Жаңағыда мынада 2 ақ тіс болды. 2 жасар, иә? Мынау 2 жасар қошқар. Ой. Ұзындығынан да ұзын. Ой, мынау тайынша секілді ғой мынау. Ұзындығы жақсы. Ұзындығы да. Жалпақ міне тістен көрсетіп. Бәрекелді Бәке, сізге көп рахмет. Біздің көрермендерге жақсы кеңес, пайдалы кеңес. 4 түспен тұр. Мына 4 түс, иә? Сонда бұл 2 жасар. 2 жасар болғанда 4 түс шығады екен ғой, иә? 4 жасар. Сол жаспен қосыла береді. Жаңа 2 ақ түс болды. 2 ақ түс болды. Мынада 4 түс бар. болды, иә. Көктемде бір 6 түс болады алар жасалар. Көктемде 6 түс болады. 3 жасқа шығады. 3-ке шыққанда 6 түс болады. 2 тісінен қосылып отыра ма? Иә. Мына мініп алсақ көтере ма? Көтереді. Масқара. Құйрық қазір құйрығын түсіріп жіберейікші. Құйрық деген мынау құйрығы тонна қойған. Мен енді алақанымен қойған өзімде. Таза жүн дегенде. Иә. Жүн керемет. Бұл Еділбай ғой, иә? Бұл Еділбай. Бұл гисар екеуінің қандай айырмашылығы бар бұның? Гисар. Бойлары көп бірдей ғой. Бірдей. Біздік анау таза гисар емес қой. Біздік таза гисар емес. Бұл Еділбай. Еділбай.
негізі. Бұл енді жақсылау көбі қаны жақсы да Еділбайдың. Қайсысы жақсы? Еділбай жақсы ма, Гисар жақсы ма? Енді әдемілік жағынан Гисарлар әдемі шығады. Да. Биіктігі барлығы. Гисардікі міне. Гисардікі биік болады, әдемі болып тақыр жұмып келеді ғой. Гисардікі, иә? Иә. Бұлар енді кішкене таза қанды молдақ та қандар. Еділбайда маған ұнап тұр, Еділбай күшті екен. Оның бойы да, денесі де маған ұнап тұр. Еділбайдың. Тамаша. Мынау тоқты қошқарлар осылар секілді болып өседі ғой, иә? Иә, бұл тоқты жоқ, бұлар қаны әртүрлі тоқтылар да бұлар шыға қою мүмкін. Ондай ой жоқ та бұларда. Мөрі қара тұр ғой, тоғы ортадағы мөрі. Иә. Ол да жақсы қошқар екен. Жақсы қошқар, иә. Негізі мына үлкен 4 қошқар тұр ғой мына жерде, иә? Иә, 4 қошқар тұр. Иә. Қора қошқар. 4 жасар қошқар. 4 жасар ма? Иә. Онда сонысын көрейікші. Сонда ішіндегі ең үлкен осы болып тұр ма? Ең үлкен осы болып тұр. Ана бұны түсін көріп жүрейік. Ана күші. Ана құсын күші жете бермейді ғой мыға. Міне көрме. Міне мынанікі расында тісі көп болады екен ғой. Ұзын тістері көбейіп кетеді екен ғой. Иә. Мынанікі уже 6 тіс бар, иә азында? 6-аудан да көп бар. 8 тіс бар міне. 8 тіс бар. Иә, үй ұзарып кеткен уже. Ұзарады. Ұзарады тіс. Осыған қарап жасын біледі, иә? Иә, ұзарады, содан кейін жас келген сайын аралары көйіп жалпаяды да. Жалпаяды. Арасы ашыла бастайды. Иә, алдыңғы тістен қарайды. Тамаша. Негізі мынау барлық қойлардікі солай ма, или мынау осындай пародистік қойлар? Жоқ, қойлар барлық. Барлық кез келген қазақ қой болсын, Иә. қазақи өзіміздің қойлар сол жасында сол тісіне қарап отырады, иә? 2 тіс, 4 тіс, 6 тіс, 8 деп үлкейіп, жалпайып, ұзарып отырады. Мысалы, тоқты қошқардікі міне тіс жоқ. Тоқтында көріп кетейік. Бәрінде тіс болады, бәрінде тіс болады дейді. Тоқты қошқар. 6 айлық қозы ғой енді. Қозы тістер бітей-бітей. Қозы тіс деген осындай болады ма? Иә. Анандай ұзын тіс жоқ екен ғой. Тіс жоқ. Қозы. Мына ертең енді жылы 6 айдан кейін олар ішінде 2 тіс түседі да. Үлкен тіс болып шығады. Мыналар кішкентай тіс болады. Кішкентай болады. Қозы тіс дейді. Қозы тіс екен ғой. Бәрекелді, тамаша. Енді бұл жақсы ақпарат қой. Мынау қойын өсіргісі келіп, қазақ айтады ғой, бал өсірсең қой өсір, өнімі оның көл көсір деп жаңағы. Сондықтан сондай қоймен бос уақыты бар, қоймен айналысатын кісілер мынау жаңағы малдың таңдап барып қошқар аламын десе, тісіне қарап осылай алып таңдап алады. Білмегенді біле жүріп үйренеміз. Сіздерде секілді азаматтар барына рахмет. Мынау қойдың сапасына мән беріп, қойды өсіріп, халыққа қызмет етіп жатқан өте көп алғыс. Тамаша. Мінекей қора, жаңа қора. Бәке, қойлар енді сізде далада жүре ме? Осы қорада тұр ма? Қорада тұрады. Уақыт болғанда далаға шығарып, прогулка жасатамын ғой. Суарасыз ба, қарлай ма? Жоқ, суарамын. Таза суарамын. Үш мезгіл уақыт суарамын. Суарып отырасыз. Су енді басынан кетпейді деп айтуға болады. Суы, тұзы бәрі тұрады алдында. Тұз тұрады, иә. Үй вермек саласыз. Үй вермек салынады бір мезгіл. Көктемде бір, күзде бір 2 рет салынады, иә? Иә. Қырқуда сол уақытына байланысты 2 мезгілді кейде болады. Күзде қырқып тастайтын кез болады, иә? Иә, күзде қырқып тастайтын уақыт болып қойын қалың болып келсе. Көктемде ерте қырқылып, күзге қарай тағы қырқылып болған. Гисарлар осыдан түсіп қалады. Өзі түсіп қалады, иә? Өзі түсіп қалады, көктемде қырқылмайды олар. Күй жақсы болып келсе, қой шықса қорадан. Өздері жүндері түсіп қалады. Қора салқын ба? Енді өйткені қойлар, бірақ та енді үй вермек салғасын биттемейді ғой. Қасынып, нетіп. Қора салқын деп айта алмай, қора биыл күн ауа райына байланысты ма? Қораншы ыстық. Ыстық қой, иә, өйткені қазір күн жылы болып тұр ғой бізде. Вообще жылы. Сол мынау малина ағаштары ма? Малина ағаштары. Жоқ, былай шығып, прогулка жасап қойлар жүреді ғой. Артына барады. Мына жерде сабан шөпті жеп тұрады. Қанша шөп аласыз жалпы жылда? Жылда дегенде есептеген жоқпыз біз. Ыңғайына байланысты қысы жаз ала береміз. Сіз әртүрлі мал келіп кетуіне байланысты. Иә, сіз енді бір кезде бәрін сатып жүресіз. Иә. Жоқ бос болып қалады, қайтып толып кетеді. Иә, сатылмайтын малдар бар өзім жаңағы қойларым. Солар ғана жем. Қалады. Қалғаны бәрі сатылып кетеді. Қандай жем бересіз? Арпа, бидай? Арпа, бидай. Осы арпа мен бидай. Сол екен, иә? Атқот кездессе атқот. Атқотта болады, иә? Тамаша. Сол, мінекей құрметті көрермендер, бүгін сіздермен мінекей қолымыздан келген
білгенімізді мінекей Берік Қайдаров деген азаматпен келіп жақсы қошқарларын көріп, олардың тістерін көрсетіп, жаңа жас ерекшеліктерін анықтап, қорасымен, қойлармен, қошқарлармен қайдан алған бағаларын бәрін түсіргендей болдық. Енді осы бүгінгі біздің видеомыз сіздерге пайдалы болса, біздің арнаға тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Мына Бәкеңе айтар алғыстарыңыз болса, немесе тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе бір қой туралы жақсы қоймен айналысатын кісілер болса, ақыл кеңестеріңіз болса да айтып кетіңіздер. Тағы да біздің арнадан жақсы видео күтіңіздер. Бұл видеоның ссылкасын Бәкеңнің өзіне жіберем. Бәкең өзі көреді, комментарийларды оқиды. Сондықтан енді осындай жақсы видео тағы да келесі күтіңіздер. Ал Бәке, Алла разы болсын. Бүкіл мынау біздің арнаның подписчиктерінің атынан сіздерге үлкен алғыс. Табысыңыз еселене берсін, өсе берсін. Алла берекесін берсін. Бай қуатты болайық.